Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Мұғалім болу табандылықты, тынымсыз еңбекті, сабырлы болуды талап етеді. Мен Бейсенбаев Батырхан Жүрсінұлы, Арал қаласы номер 14 мектеп-лицейінің физика пәнінің мұғалімімін. Еңбек өтілім 3 жыл. 2015 жылы Арал қаласы номері 64 орта мектепті үздік аттестатпен тәмамдап, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне техникалық физика мамандығына оқуға түстім. 2021 жылы университетті бітіріп, техника ғылымдары магистрі дәрежесін иелендім. Физика пәнінің мұғалімі болу қазіргі уақытта әр күн сайын жаңалықтарды ізденіп, заман талабына сай актуалды білім беруді талап етеді. Оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін заманауи технологияларды қолданып, әр сабақта қызықты тәжірибелер көрсетіп, тапсырмаларды көңілді әрі тартымды ету қажет. Елімізге отандық өнеркәсіпті дамытуға қажетті инженер мамандар тапшы екені мәлім. Сондықтан физиканы жақсы көретін бүгінгі оқушылардан болашақта білімді мамандар шығатынына сенемін. 2021 жылы номері 14 мектеп-лицейіне жұмысқа орналастым. Осы уақыттың ішінде мектепшілік, аудандық, облыстық және республикалық деңгейдегі конкурстарға белсене қатысып, оқушыларым жүлделі орындарды иеленіп жүр. Өзімнің еңбегімнің жемісін оқушылардың жетістіктерінен көріп жүрмін. Осы жылы республикалық ғылыми жобалар конкурсында шәкіртім Қазезов Ақсұлтан аудандық және облыстық кезеңдерден топ жарып, республикалық кезеңнен бірінші орынмен оралды. Қалдықтарды автоматты сұрыптайтын құрылғының моделін жинақтап, әділ қазыларды тәнті етті. Заманауи құрылғылармен жұмыс жасап, өте маңызды тақырыпты көтеріп, өзінің білімі мен идеясын жүзеге асыра білді. Сондай-ақ өзге де шәкірттерім ғылыми жобалардан аудандық, облыстық кезеңдерден жүлделі орындарды иеленіп жүр. Оқушы ол толтырылуы керек бос ыдыс емес, ол алаулап жануы керек шырақ. Әрбір оқушының бойындағы өзіне тән ерекшеліктері мен дарыны бар. Мұғалімнің міндеті сол қасиеттерді аңғарып, шырағын жағу.